Сәлеметсіздер ме? Мен 25 жыл бойы кітап оқымаған адаммын. Сіздер таңғалып отырған боларсыздар, иә, қалай ол мүмкін бе деген сияқты. Ал мен сияқтылар, менде адам бар екен ғой деп күліп отқан боларсыздар. Иә, дұрыс түсіндіңіздер, мен 25 жыл бойы қолыма кітап алған емеспін. Себебі мен бастауыш сынып оқушысы кезінде ыңғайлы және ыңғайсыз деген сөздерді ажыратамайтынмын. Соның салдарынан анам мәжбүрлі түрде ескі газет журналдарды оқытып қоятын. Ол менің оқуға деген қызығушылығымды мүлдем төмендетіп жойып жіберді десем де болады. Содан бері міне 25 жыл өтіпті, қолыма кітап алмаппын. Былтырғы жылға дейін. Жалпы былтыр бізде 54-ші мектеп лицейінде жылда дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын бук челлендж сайысына қатыспаққа бел будым. Осы мәселені, яғни өзімнің бойымда кемшілік деп білдім, соны түзету мақсатында қатысып көрейін, кітапты қолыма алып көрейін, ең болмаса мұғалімдермен бір кітап оқысам да, ол мен үшін үлкен жетістік болатын. Содан сайысқа қатыса бастадым. Бізге сайыста ең бірінші берген кітап Рэй Фелстің «Нәтижелі келіссөз» деген кітап болатын. Кітаптың сыртына қарасам, нәтижелі келіссөз. Мен ата-анамен жұмыс жасаймын. Жалпы мен ішінен бір қандай да бір келіссөз жүргізудің ата-анамен бір әдіс тәсілін үйренемін ғой деген жаңашыл көзқараста болармын деген үлкен үміт күттім. Бірақ кітаптың соңына қарасам 365 бет екен. Шыны керек шошыдым. Мынаны мен бітіре аламын ба? Өзіме мида неше түрлі сылтау іздедім. Мынаны мен оқып бітіре алмаймын. Менің жұмысым көп, үйде бала шаға бар, анау-мынау. Өзіме миыма біраз блоктар қойдым оқымас үшін. Бірақ сонда да көрейін деп бар күш-жігерім салып бастадым. Кітаптың алғашқы 19-ші бетіне дейін оқыдым да дым түсінген жоқпын. Не айтып жатыр, қалай? Қайтадан оқимын, қайтадан түсінбеймін. Тағы оқимын, тағы түсінбеймін. Алдымда кітап жоқ тастадым. Ойым дұрыс екен, 25 жыл бойы кітап оқымаған адам әрі қарай қалай кітап оқысын? Енді жалпы мен математика пәні мұғалімі болғандықтан өзімнің математика қатысты кітаптарымнан өзге кітаптың ешқайсысын оқыған емес. Содан не керек? Емтихан күні жақындады, мұғалімдер коридорда дәлізде кетіп бара жатсам, кеттік емтихан тапсырамыз деп мені сүйрете ала кетті. Емтиханға бардық. Өзім ұялып отырмын. Кітаптың бетін ашпағам, қалай емтихан тапсырам. Жаман оқушылар ұқсап, наугад билеп шықтым. Шынымды айтайын. Содан 40 сұрақтың 9-ына ғана дұрыс жауап беріппін. Негізі бастапқыда келісім бойынша кітап оқуға кім қатысып жатыр, солардың арнайы чаты болатын. Сол чатта бізге шешімін сол чатқа салатын болу керек. Бірақ общий чатқа салып жерді. Ана жерде енді 200 шақты мұғалім бар. Соның алдында ең бірінші орында тұрған кісілерді құттықтап жатыр. Ал мен болсам тізімнің ең соңында тұрмын. Қайтадан өзім жей бастадым. Неменеге қатыстым? Бастап аяқтамайтын болсам, неменеге бастадым? Одан да оқымай-ақ қойғам жақсы еді, былай масқара болғанымша. Дұрыс жасамадым деп өзімді жеумен болдым. Сөйттім да, енді оқысам ба екінші сайыстары құрсын, қатыспаймын. Осылай тыныш қана жүре берейін деп шешім қабылдадым. Содан бір күні түс мезгілінде асханаға барсам, мұғалімдер арасында кітап талқылау болып жатыр екен. Сонда осы бастан кімнің жеңетіндігін жобалап қойыпты. Жеңсе қазақ тілі әдебиеті мұғалімдер жеңеді, немесе тарих пән мұғалімдер жеңеді. Бірақ математиктер, негізі математика пән мұғалімдер соң жағында тұрмыз да, математиктерге шанс жоқ. Математиктер ол кітап оқымайтын адамдар ғой, белгілі. Есептен баста ештеңе білмейді деді. Сөйттім да өзімше 9 балғаныма қарамаймын. Неге? Математиктер туралы ойлай білесіздер. Біз нақты пәндерміз, оқысақ, біз оқымай жүрміз, бірақ оқысақ сіздер артта алып қоясыздар. Деп намысқа тырыстым да, жаңа қасымдағы математик қыздарға айттым. Осы сайыстың бас жүлдесі бізде жолдама болатын, кез келген мемлекетке жолдама ату. Оны ұтпасақ та, ең болмаса құнды бір сыйлығын біз ұтуымыз керек. Артынан санағанда ең болмаса бірінші орын біз алуымыз керек деген мақсат қойдық. Содан келесі кітап берілді. Мағжан Жұмабаевтың педагогика кітабы болатын. Жалпы мен оқымайым деп біраз жүріп алдым да, 5 күннен кейін емтихан болатын болды. Содан кітаптың сыртына былай қарадым, сырты қоңыр түстес, тағы ұнамай тұр, ескі кітап сияқты. Ашқым келмей тұр. Содан қыздардан сұрадым, оқитын кітап екен өзі, оқып жатсыздар ма деп. Иә, квал-тесттен өту үшін мына кітапты білу міндетті. Психология педагогикадан мүдірмей өтесің мына кітапты оқысаң деді. Өзім квал-тестім жақындап жатыр. Маған бір үлкен қуаныш болды. Заодно мен квал-тестке дайындалып қалады екенмін. Керемет деп кітапты оқып бастадым. Бірақ кітапты оқып бастағаннан аяғына дейін сенбі күні таңертең бастадым, жексенбі күні таңға жуық бітірдім.
Бір-ақ күнде бітірдім, онда да 1040 сылтау болды бойымда. Тағы аяқтамай қалсам не болады, өте алмай қалсам не болады деген сылтаумен өзімді жегде жей бастадым. Бірақ жаңа кітаптың ішінде не көрдім? Мен 8 жыл бұрын алғаш ана атанған кезім, құрсағымда 7 айында ұл мен қыз, ұлдың жүрегі тоқтап шетінеп кеткен болатын. Сонда қызым 9 айында туылған кезде кішкене денсаулығынан кінәрат болатын. Апармаған жерім жоқ, баспаған тауым жоқ, Ақтөбе қаласы, Қызылорда, Алматы, Қарағанды, жан-жақтың барлығына апардым. Дәрігерлерге көрсеттім. Шыны керек, көп сұрағым жауабын аламадым. Мардымды жауап таба алмадым, шынымды айтсам. Бірақ осы Мағжан Жұмабаевтың педагогика кітабында баланың құрсақтағы кезінен бастап өсуі, туылуы, өсуі, одан кейін жасөспірім шағы барлық кезеңмен жіктеп керемет жазған екен. Сол кезде ойладым, қазіргі блогерлер бар ғой, неше түрлі курстар сатып алады жас аналар. Оларға нағыз керек дүниені сатып алып жүр да, былай айтқанда. Оның ішінде керек де бар, керек емес те бар. Бірақ Мағжан Жұмабаевтың педагогика кітабында барлығы жазылған. Мен соны 8 жыл бұрын неге кездестірмедім, қабат деген ай деген ішінде. Мынандай нәрсе құнды дүние кітапта бар екен ғой деген. 10 ұйықтасам да, 1000 ұйықтасам да түсіме кірмеген. Мен таң қалдым, жылап та алдым, шыны керек. Әбден қиналған болатынмын сол кезде. Сол кездері өзім жүйкем тозып, бала ұйықтамайды, жылай береді. Оның үстіне менің ата-енем жоқ, үйде қарайтын, өзім жас анамын. Шыны керек, жүйкем әбден жұқарған болатын. Қызымды апармаған жерім жоқ, 5 жасқа дейін емдеттім. Бірақ Мағжан Жұмабаевтың кітабы сол кезде маған нағыз керек кітаптың бірі екен, сезіндім. Содан емтихан күні тағы да жақындады, сәрсенбі күні емтиханға кірдік. 60-тан 57 жинадым. Тағы да ойландым. Мен мына кітапты беріліп оқыдым ғой. Неге мен тағы 3 сұраққа дұрыс жауап бермедім? Деп өзім тағы ойландым. Бірақ көп кісі 40-тан аса алмапты. Тағы барсам, айтатын сөздері. Термин ауыр, ішінде неше түрлі терминдер бар, қиын кітап, оқу мүмкін емес деген сияқты. Бірақ олардың ойынша мен бастапқыда 40-тан 9 жинадым, одан 60-тан 57 жинап тұрмын. Олардың ойынша мен шпор алып кірген сияқтымын да. Жоқ, шынымен шпор алып келесі кітап берген кезде олар мені кітап емтиханына жауап бермей, мен аңдумен болды. Не істейді екен, қалай жауап береді екен деген сияқты. Содан келесі кітапты бізде Оралхан Бөкейдің Атау керек кітабын берді. Жаңа мен айттым, өзім пәніме қатысты кітаптың, басқа кітаптың бәрін жауып тастағам оқушы кезімнен. Тарих пәні болса мектепте тек дата жаттауға беретін. Мұғалім не айтса, соны қайталап айтып беріп, бесімізді алып жүрдік, шыны керек. Содан мен соғыс жылдарын білем, ашаршылық жылдарын білем, бірақ нағыз ол жылдар не болғанын ішіне үңіліп қарамаппын. Бірақ мына Атау керек кітабында ашаршылық жылдарындағы қиналысты барлығын керемет суреттеген. Отырдында тағы да жыладым. Осы күні мен шүкіршілік айттым. Қазір біз Магнумға барамыз, барлық нәрсе дайын тұр. Күнде алатынымыз бір нәрсе деп шүкіршілік етпейді екенбіз. Осы күніме жеп отқан қара нанымен ішіп отқан суыма шүкіршілік айттым. Қатты қуандым. Қазақтың басынан мынандай нәрсе өтетініне мен, шынымды айтсам, өткеніне мен сенбейді екенмін. Сол кітапты көріп, өзім іштей сол жақта болып қайтқандай болдым. Өте ауыр, маған әлі де еске алсам. Содан не керек? Солай жобамыздың аяқталуына сәл қалды. Қазір одан кейін соңғы кітабымыз біздің Әйел махаббаты деген кітап берілді. Әйел махаббаты айтуға сөз қазіргі дорама дейміз ғой, жастардың көретін. Нағыз дораманы көргіңіз келсе, Әйел махаббатын оқыңыздар. Шынымен көресіздер сол жерден. Сонымен жоба барысында ең соңында қалай мұғалімдер арасында бірінші орынды алғаныма таңым бар. Таң қалдым, шыны керек, таң қалдым. Бәрі сол әр ай сайын оқыған кітап емтиханымызда мен аңдумен болды. Жаңылдың қалтасына телефон бар, қараңыз. Жаңа емтихан алушы сырттан келеді, немесе бір жерге жазып алды, алақанына жазып алды деген сияқты. Онда ештеңе болған жоқ, бірақ әр кітапты оқыған сайын мен жүрегіме өте қатты жақын қабылдадым да, жылап, ішіне кіріп деген сияқты. Өте көп құндылықты меңгердім десем де болады, мұғалім бола тұра. Енді сол анам үнемі үйге келген сайын, Қызылорда тұрады, өзі 2 күндік жол, пойызда кітап оқып келеді. Қайтар жолда айтады, мына кітап үйде қала берсін, мен оқып қойдым, маған артық жүк болмасын қайтарға дейді. Сөйтті, үнемі бір кітаптан тастап кетіп отырады үйге. Содан сол кітапты барысында балконға шықтым да, жаңа коробка, анамның кітаптары деген коробка бар, содан аштым. Не кітап тастап жүр екенмін? Енді кітапқа қызығушылығым артты ғой.
Содан ішінде қарасам, жаңа бала босанғаннан кейін мен жаңа күйбелек болдым, бауырлармен де ара қатынасым алыстап кетті, хабарласу жоқ, ата-анаммен де кішкене бірдеңе десе бірдеңе деп кеш жауап беріп деген сияқты. Сонда анамның тастаған кітабы ата-ананың қадірі, бауырдың енді сыйластығы деген кітаптарды тастап кетіпті, кілең құндылыққа толы. Оқыдым да оны алып тағы жыладым балконда отырып. Содан не керек, сол кітаптардың бірі мына қазір қолыма келіп отырмын. Бұл қазіргі замандасымыз Санжар Керімбайдың кітабы. Жалпы мен математикада сабақ түсіндіріп жатқан кезде кейбір оқушылар тырнағын тістеп отырады, бірмесе бұзықтық жасап отырса бір-біріне түкіріп отырады. Ей, түкірме, тырнағын тістеме деп айтамыз. Бірақ не үшін екенін айтпаймыз да. Қазіргі ұрпақтар теориясында айтады ғой, альфа ұрпағы нақтылықты жақсы көреді. Сіз түсіндіріп айту керексіз оны, не үшін болмайтындығын. Біз өзімізге түсіндірмей, мен қалай түсіндіремін оны. Әке-шешеміз айтты ғой, тыйымдарын салды, бірақ маған түсіндірмеген ашып. Болмайды деді ме, болмайды деген сияқты. Сол жаңағы қораптың ішінде, кітаптың ішінде мына кітап бар екен. Салт дәстүрлер сөйлейді. Санжар Керімбайдың кітабы. Не үшін болмайтындығының барлығы, салт дәстүрлер, тыйымның барлығын аңыз қиссалармен керемет жеткізген. Балаларға осыны айтсаңыздар, бір ертегі тыңдағандай үйіп тыңдайды екен. Балаларға мен соны арасында айтып берем. Өзім тыйым салдым ба, міндетті түрде оның жауабын өзім айтып берем. Жалпы қазір сіздер таңғалып отқан боларсыздар, мына кісі не велосипедтен шықты деп. Мұғалім ғой, қалай деген сияқты. Мына велосипед мені кітап алып оқуға итермеледі десем де болады. Өзімнің Нұрдәулет Айолым деген оқушым болатын, көпбалалы отбасынан шыққан. Ол бала бірнеше жылдар бойы кітап оқу сайысына қатысып, бірінші жылдар ақшалай ұтты, екінші жылдар сертификат ұтты, үшінші жылы мына велосипедті ұтты. Жалпы бұл велосипедті ұтқанға дейін мен ол балаға ешқандай көмегім тимеді. Апай, мен мына кітапты оқыдым, сіз оқыдыңыз ба, білесіз ба, мына авторды дегенде өзім ұялдым, шыны керек. Менің кітап оқуыма сол оқушым, шәкіртім итермеледі десем де болады, ұялғаннан кітапты қалай оқып кеткенін байқамай қалдым. Сол оқушым велосипед ұтқан кезде, енді ата-анасы ондай велосипед алып беретін жағдайда емес, мен жыладым сырттан қарап тұрып. Қазір бұрынғы біздің заманымыздағы бұл смартфонда, айфонда осы ғой. Әлде ол оқушым Түркия еліне әкесі докторантура оқуға түсіп, сонда көшіп кеткен болатын. Көшер кезде айтты, апай, мына велосипед сізге қоя тұр, мен келем міндетті түрде. Бірақ қазір біз үйіміз көшіп жатқандықтан, үйіміз сатқандықтан қоятын жер болмай тұр деді. Міне мен велосипедін айдап келіп тұрмын ол баламның. Содан жарайды деп үйіме қойдырттым. Одан кейін мен өзімнің мұғалімдер арасындағы сайыстарға қатыстым да, жолдама деді. Содан мектеп әкімшілігі шақырып, сіз қайда барасыз, жолдаманы қайда аласыз деді. Сосын ойланып тұрып, аяулыммен аяулым Түркияға кеткен білем, бірақ қай қаласына кеткен білмеймін, аяулыммен хабарластым да, аяулым Анталиядамын деді. Содан мен айттым, мен Анталияға демалуға барам дедім. Содан 2 адамдық жолдамаға жолдасымыз екеуміз Анталияға биылғы жаздың күні демалуға кеттік. Сол жақта оқушымды көрдім, біраз жылап та алдым десем болады. Өмірге деген көзқарасымды да өзгертті, шыны керек. Бүйтіп мен жолдасыммен өзі демалысқа 1 айлықпен әзіргі алдағы 10 жылда шығам деген ойда да жоқ қой түптеп келгенде. Апай, мен сіздің ұтатыныңызды сенгенмін, білгенмін деп айтқанның өзі, артыма қарасам бірнеше кітапты мен оқып тастаппын. Сонда айтайын дегенім, бізде айтуға оңай бағдарламасын жүргізетін Бейсен Құранбек деген журналистіміз бар, марқұм. Сол кісі айтады, ойыңды түзеген кесе Абайды оқы, сөзіңді түзеген кесе Әуезовті оқы, мінезіңді түзеген кесе Момышұлын оқы. Ал қазіргі заманға көзқарасын өзгерген кесе замандастарыңды оқы дейді, мен замандастарымды оқып жүрмін. Ал мен айтар едім қазіргі жас аналарға, баланы дұрыс тәрбиелеріңіз кесе Мағжан Жұмабаевтың педагогика кітаптарын міндетті түрде оқыңыздар дер едім. Рахмет.